оқыңдар. Кім кезекші, кім жоқ. Сағынтай мағжан себепті Жәмел Ярасы алып жатыр. Жақсы. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Сендерге сәттілік тілеймін. Назарымызды экранға аударайық. Балалар, алдарында бірнеше суреттер тұр. Осы суреттерге ортақ тақырып қандай деп ойлайсыңдар? Кім айтады? Қандай ортақ тақырып? Орнымыздан тұрып сөйлейік. Қайсысын айтасың? Биология тақырыбы ортақ. Биология тақырыбы сәйкес келеді. Тағы да жасушалық инженерия. Жақсы, тағы да қандай тақырыптар сәйкес келеді? Гендік инженерия. Жақсы, тағы да балалар? Биотехнология. Биотехнология. Жақсы, өте жақсы балалар, дұрыс. Яғни биотехнология біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы биотехнология 21 ғасыр сұранысы. Біздің сабағымыздың мақсаты балалар мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын білдіріп, сыни тұрғыдан баға береді. Яғни баға береміз. Сабақтас құрмалас сөйлемнің мағыналық түрлерін ажыратып, түрлендіріп қолдану. Міне бұл біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты. Міне осы мақсатымызға жетсек, біз сабағымыздың да нәтижесін көреміз. Жақсы, олай болса балалар дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күнде жазыңдар. Ақпанның 7-сі биотехнология 21 ғасыр сұранысы деп тақырып жазып қойдым. Жазамыз дәптерге. Жақсы, олай болса, басымызды көтерейік. Балалар, қазір мен енді сендерді әдейі 3 топқа бөліп отырғыздым. Осы 3 топқа 3 түрлі қорапша беремін. Яғни бұл қорапшалардың ішінде бізде тапсырмалардың жиынтығы бар, иә? Мынау сіздерге. Мына қорапша сіздерге. Қорапша сіздерге. Ең бірінші балалар, қорапты ашу үшін қораптың сыртында берілген QR-ды сканерлеп, сол жердегі видео ақпаратты Мен жасанды роботпын. Бүгін мен осы қораптағы ерекше құпия тапсырмаларды ашқалы тұрмын. Ендеше бір тапсырманы мұқият тыңдаңыздар. Биотехнология бойынша мен айтқан ақпараттарды стикерлерге бірінен соң бірін тізіп жазыңдар. Олай болса мәтінді тыңдайық. Биотехнология бұл тірі организмдерді, олардың жасушаларын және биологиялық процестерді пайдалана отырып, адам өміріне пайдалы өнімдер мен технологияларды жасау және жетілдіру ғылымы. Биотехнологияның негізгі объектісі тірі жасушалар, атап айтқанда жануар, өсімдік текті жасушалар және микробтар. Биотехнология деген терминді алғаш рет 1919 жылы венгр ғалымы Карл Эреки енгізді. Биотехнология ауыл шаруашылығында, яғни өнімділігі жоғары өсімдіктер мен мал тұқымдарын шығаруда, медицинада, вакциналар, антибиотиктер жасауда, өндірісте тағам өнімдерін ұзақ сақтауда, экологияда қоршаған ортаны тазартуда қолданылады. Қазіргі биотехнологиялардың негізгі бағыттары микробиологиялық өндіріс, жасушалық инженерия, гендік инженерия. Биотехнология адам өмірінің сапасын жақсартуға, қоршаған ортаны қорғауға, денсаулық сақтау мен ауыл шаруашылығын дамытуға үлкен ықпал ететін ғылыми сала. Оның дамуымен көптеген күрделі мәселелердің шешімі табылып, болашақта жаңа мүмкіндіктер ашылады. Ал балалар іске сәт. Жақсы балалар. Енді балалар қорапшаны ашайық. Қорапшаның ішінде стикерлер тұр, иә? Сол стикерлерді бір-бірден алып, осы жаңағы жасанды роботтың биотехнология бойынша айтқан мәліметтерін бір-бірден жазып, мына жерде ұзын құрт жасайды, бір-бірін жабыстырып. Одан жазып жіберіңдер. Бір-бір ақпараттар. Оқулықтағы мәтінді де басшылық қалуға болады, және жаңағы жасанды роботтың айтқан мәліметтерін
жылдан жазып шығайық. Керек болса, тағы да бір рет тыңдап шығуларыңыз болады өздерің үшін жай болуге. Әрқайсында бір сөйлеп, бір ақпарат болсын. Тыңдағандар жаңа тағы да бір рет тыңдап жіберген болады өздерің үшін. Жақсы балалар, ортаға ұзынғыш жасап, бір-бірімен жабыстырып, ақпараттарды оқып жүріңіздер. Биотехнология экология саласында көптеген пайдалы мүмкіндіктерді ұсынады. Жақсы. Келесі аудио оқи ғой. Биотехнология ауыл шаруашылығы медицина мамандығы. Жақсы. Аудиодан өзіне жаздыра ғой. Ұзынғыш жасайды. Келесі Зарина. Болдың ба? Қатыра ғой. Биотехнология ауыл шаруашылығында мал тұқымын шығаруға ауыл шаруашылығында биотехнология арқылы мал тұқымдарының жаңа түрін шығаруға болады. Жақсы. Келесі Медина. Биотехнология негізгі объектісі тірі жасушалар мен микробтар. Жақсы. Негізгі объектісі тірі жасушалар мен микробтар дейді. Биотехнология негізгі объектісі жасушалар мен микробтар. Жақсы. Қарақат. Биотехнология адам өміріне көмек беретін негіздерді жасайды. Жақсы. Сіздер кім бастайды? Биотехнология дегеніміз биологиялық организмдердің қатысуымен жүретін процесс. Жақсы. Тез. Биотехнологияның негізгі объектісі тірі жасушалар, жануарлар және өсімдіктер. Жақсы. Тамаша. терминің алғашқы 1919 жылы венгр ғалымы Карл енгізді. Биотехнология азық-түліктің ұзақ сақталуына кепілдік береді. Жақсы. Биотехнологияны атқаратын рөлдердің бірі медицинаны түбегейлі жақсарту. Мақсаты медицина саласында медицинаны түбегейлі жақсарту. Жақсы, сіздер тез оқып жүріңіздер. Биотехнология негізгі бағыттары микробиологиялық өндіріс, жасушалық инженерия, геодезия. Жақсы, негізгі бағыттарын оқып шықты. Келесі Қазіргі биологияның басты мақсаты өсімдіктерден және жаңа сорттарды жануардың асыл тұқымдарын шығару. Қазіргі биотехнология. Биотехнология биологиялық организмдердің қатысуымен жүретін процестерді адамның мақсатына сөйлету арқылы өндіреді. Жақсы, өте жақсы. Биотехнологияның даму дәрежесі жөнінен ақш-тан кейінгі орынды Жапония алады. Жақсы, Жапония, ақш-тан кейін Жапония екінші орында екен, иә? Биологиядағы терминді алғаш рет венгр ғалымы Карл Енгізді. Биология деп жаздырмайды, биотехнология. Жақсы балалар, енді біз қорапшамыздағы екінші тапсырмаға назар аударайық, иә? Әрбір топтың қорапшасының ішінде мәтіндер берілген. Яғни бірінші топта сіздерге биотехнология медицина саласында, екінші топ биотехнология азық-түлік саласында, үшінші топ биотехнология экология саласында, иә? Бірінші топ қазір осы мәтінді түсініп оқығаннан кейін мәтіндегі пікірлер бойынша өздерінің көзқарастарыңды мынау Хопс формуласы арқылы білдіріп, сыни тұрғыдан баға берсеңдер. Екінші топ сіздер мәтіндегі ақпараттарды, мәліметтерді түсініп оқып, өз көзқарастарыңды мынау слот талдау арқылы білдірсеңдер. Үшінші топ сіздер үш терезе әдісі арқылы мәтіндегі жаңағы экологиялық биотехнологияның ережесін жазасыздар. Және де қорапшаның ішінде берілген суреттердің мәтінге қатысты немесе қатысты жоқ бар екенін анықтап жабыстырыңыздар және дәлелдейсіздер. Үшінші терезесіне өз көзқарастарыңызды пікірлеріңізді жазасыздар мәтін бойынша. Балалар бірінші мәтінді түсініп оқып алады. Топтың ішінде бір бала оқысын, қалғандарын кейін оқып береді. Кім дауыстап оқиды мына топта? Ділназ оқиды. Ана топта кім оқиды? Ана топта қайсы оқисың?
Жақсы. Ал Аруна бастасын. Медицинада биотехнология адам денсаулығын тоқтатуға бағытталады. Биотехнологиялық жетістіктер медицинаны түбегейлі өзгертіп, бұрын емделмейтін ауруларды емдеуге мүмкіндік беріп отыр. Ең алдымен биотехнология арқылы гендік инженерия дамып отыр. Бұл бағытта адамның ДНК-сын зерттеу арқылы тұқым қуалайтын ауруларды ерте кезеңде анықтап, оларды емдеу жолдары қарастырылады. Кейбір ауруларға жауапты гендерді өзгерту немесе сау гендерді енгізу арқылы генетикалық деңгейде ем жүргізуге мүмкіндік туып отыр. Вакцина жасау. Биотехнологияның медицинадағы тағы бір маңызды бағыты вирустық және бактериялық ауруларға қарсы заманауи вакциналар биологиялық әдістермен жасалады. Бұл әсіресе COVID-19 пандемия кезінде айқын көрінді. Ғалымдар қысқа уақыт ішінде тиімді әрі қауіпсіз вакциналар жасап шығарып, адамзатқа үлкен көмегін тигізді. Мұндай вакциналар адамның иммундық жүйесін ауруға қарсы күресуге үйретеді. Табиғи апаттарға төзімді болуы мүмкін. Бұл өз кезеңіндегі ал А дәрімен жатыспайтын аймақтар ол ерекше маңызды. Тұмау тағамдардың адам денсаулығына зиян болуы мүмкін. Пайда болуы мүмкін деген қауіп бар. Кейбір тұтынушылар тұмау тағамдарды сенімсіздік бірақ тұтынудан бас тартты. Микроорганизмдердің жүргізілген тағамдарды ферменттеу арқылы оларды сақтау мерзімін ұзартуға болады. Тұтқышқылдық бактериялар мен ашық оларды пайдалану арқылы алған өнімді асқорыту жүйесіне оң әсер етіп иммундық жүйені артына қайтады. Мысалы, йогурт, айран сияқты сусындық құрамында пробиотиктер бар. Олар ішек микрофлорасы қауіпқа келтіреді. Биотехнология азық-түліктегі ақуыз тапшылығын азайтуға көмектеседі. Биотехнология көптеген мүмкіндіктерді ашады. Биотехнология әдістері арқылы дәрумендер мен байытылған тағамдар жасауға болады. Өнім сапасын арттыруға болады. Климатқа өзгеріске төзімді азық-түлік алуға болады. Тоқта жұмыс жасайық, бірлесіп жұмыс жасаймыз барлығымыз. Өзіміздің идеямызды, fikrimizді, көзқарасымызды білдіріп айтып жатырмыз. Көмектесіп отырамыз. Реализация шарттарына ойланып
Биотехнология қосылған. Қосылған математикалық бастамада. Салдардың фактілері қорғалас. Оның ішінде де айырылады. Таңбалар жылдан бері. Шunu uaqtdan qaldi. Алар тақтадағы дискреттерге назар аударып қояды, олар ғана дискреттер. Бұл қолда бойынша, ол формуласы бойынша шештік. Опа, Опа, қан жылдан батамыз. Уақыт болып қалдыралар. Bir minut kaldı. Bir minut kaldı. Aga uақыт аяқталды. Әлі қай токс сөйлейді. Қай токсын састап сөйлейді. Бөлігін бәрі. Жақсы. Сол жерде травесілер болды. Ережесі биотехнология дегеніміз сұрағына жауап беру, мысал келтіріп көзқарасын білдіру. Мысалы, Таза Қазақстан бағдарламасының биотехнологияның қалдықтарды өңдеуде топырақ, мұнай өңдеуінде ластанған топырақтарды тазарту. Биотехнология арқылы ластанған топырақтарды тазартуға болады. Әсіресе жаңағы мұнай өндіріс саласынан жаңағы топырақтарға зиян келеді, ауа райына зиян келеді. Сол топырақтарды олар осы биотехнологияның көмегімен тазартып, өсімдіктерге пайдалануға мүмкін. Жақсы, көзқарас. Экологиялық технология қоршаған ортаны қорғау, ластануды азайту және тиімді Пайдалануға жақсы. Ал сіздер орнымыздан тұрайық. Қарақат ұстап көрсін. Адық биотехнологиясы күшті жақтары.
азық-түлік өнімдерінің сапасын жақсартуға, олардың қауіпсіздігін арттыруға және өнімділігін көбейтуге көмектеседі. Және ауыл шаруашылық дақылдарын өзгертуге жол ашады. Әлсіз тұстары ГМО дақылдары зиянкестерге, ауруларға және табиғи апаттарға төзімді болуы мүмкін. Және қымбат өндірістер заңды шектеулер. Мүмкіндіктері биотехнология әдістері арқылы дәрумендермен байытылған тағамдар жасауға болады және өнім сапасын арттыруға болады. Қауіптері денсаулыққа көп немесе зақым келтіреді. Адамда аллергия тудырады. Қауіптері денсаулыққа зиян келтірмейді. Жақсы, өте жақсы. Үшінші топ. Қалай тұрамыз? Балаларға көрсетіп тұрайық, иә? Қаланы көрсетіп тұрайық. Балауса сенің көзін ұстап тұр. Балауса бір шетінен түсірші. Біздің ойымызша медицинада биотехнология адам денсаулығын жақсартуға бағытталған және адамзат үшін зор маңызы бар. Биотехнология саласы әлі күнге дейін қарқынды дамып келе жатыр. Себебі біз оны былай түсінеміз. Биотехнологиядағы жетістіктер медицина түбегейлі өзгертіп отыр. Және бұрын емделмейтін ауруларды емдеуге мүмкіндік беріп отыр. Мысалы, COVID-19 пандемиясы кезінде анық көрінді. Оны мына факторлермен, мысалдармен дәлелдей аламыз. Бұрын шошқаны ұйқы бездерін алып, инсулин қазіргі жақталған түрмен бактерия арқылы жасалды. Осыған байланысты мынандай қорытынды шешімге келдік. Биотехнология медицинада көптеген жетістік мүмкіндіктер ашып, адамзат денсаулығын сақтауға зор үлес қосып отыр. Ол ауруларды алдын ала анықтауға тиімді емдеуге көмектеседі. Жақсы балалар, енді мектептердің бұл жұмыстарында 2 жұлдыз бір түлекпен мағалап беріп тұр. Мен 1 жұлдызымды бірінші топқа берім деп тұр. Бірақ әлі болса толықтыру керек, 2-ші жұлдызымды 2-ші топқа берім деп тұр. 3-ші топқа ұсыныс айтқым келеді. Ана жерде бірнеше суреттер берілген, әлде болса толықтыру керек. Жақсы, рахмет. Жақсы балалар, олай болса біз сабағымыздың келесі сатысына көшейік. Ол үшін алдымен бірінші құрмалас сөйлемді есіңізге түсіріп алайық. Құрмалас сөйлем нешеге бөлінуші еді? Қандай түрлері бар құрмалас сөйлемнің? Кім айтады? Орнымыздан тұрып айтайық. Кім айтады? Салалас құрмалас сөйлем, сосын арыдан Сабақтас құрмалас сөйлем. Жақсы, сабақтас құрмалас сөйлем дегеніміз не? Кім айтады? Сабақтас құрмалас сөйлем. Құрмалас сөйлем дегеніміз құрамдағы сөйлемдердің бір-біріне сабақтасып жақсы, бірінші сыңарының баяндаушы тиянақсыз болып, бағына байланысады. Жақсы, келесі шартты бағының сабақтас құрмалас сөйлем дегеніміз не? Шартты бағының сабақтас құрмалас сөйлем дегеніміз ол бағын қысынарының біз оқыған шартын білдіреді. Жақсы, өте жақсы. Жақсы балалар, олай болса, біздің келесі тапсырмамыз бұл жеке жұптық жұмыс. Кешімдер жеке емес, жұптық жұмыс. Қазір мына қорапшаның ішіндегі сөз жұмбақтардың жауабын жұппен шешіп, бұл жердегі шыққан сөйлемнің қандай құрмалас сөйлем, оның ішінде мағыналық түріне қарай қандай құрмалас екенін ажыратамыз. Қораптың ішінен алып, балалар әрбір жұп бір-бірден сөз жұмбақты таңдап алды. Сөйлемді талапысқан сөз жұмбақтарын сызамыз. Қаламмен сыза берулеріңе болады. Қандай сөйлем шығады, балалар, дәптерлеріңе жазыңдар. Сөз жұмбақтар шыққан сөйлемді дәптерге жазамыз. Бірінші сызамыз. Маркермен сызасыңдар ма, көрініп тұру үшін? Бірінші сызып алайық, дәптеріне түсіп кетпесіне. Қақпақпыш. Бірінші ойланып алыңдар. Шыққан сөйлемді дәптерге жазамыз. Жүппен ақылдасамыз.
Жолдар сіз жылдамдырды балалар. 2 минут уақыт берді. Takdirge жазамыз. Kurmalı söyle, onun içinde kıymaları söyle. Qanday salatni qilmoq kerak? Salatni qilmoq kerak. Onun içinde qay salatni qilmoq kerak. Kan bo'lib Balalar kim bo'ldi? Qay yil o'qiydi? Qanday bola bo'lsa. Qanday so'rab chiqdi? Бұл сабақта құрмалас, оның ішінде шартты бағынға сабақта құрмалас. Жақсы, дұрыс балалар. Жақсы, келесі қай жыл оқиды? Жылдам. Келесі қай жыл оқиды? Қан тез етеміз, боламыз болып. Тез. Қай жыл оқиды? Ділнәс. Қандай сөйлем шықты? Егер сен ерте тұрсаң, таңғы жаттығуға бірге барамыз. Жаңағы сөйлем қойдым, иә? Қайталап тұр. Келесі кімге басқаша қандай сөйлем шықты? Қарақат оқиды. Сен жақсы оқысаң, жоғары бал аласың. Бұл салас құрмасын, шартты бағыңқы бол. Сабақтас шатаспа, иә? Салалас емес балалар. Сабақтас па, саласпа? Сабақтас құрмалас сөйлем, оның ішінде шартты бағыңқы. Жақсы, на топтан кім оқып жүреді? Қай жыл оқиды? Басқаша сөйлем шыққан кімде? Қайшысын жұмақта басқаша сөйлем шыққан? Зарина оқисың ба? Қандай сөйлем шықты? Егер дәрігердің нұсқауын орындасаңыз, емдеу процесі тиімді болады. Егер дәрігердің нұсқауын орындасаңыз, емдеу процесі тиімді болады дейді. Қандай құрмалас сөйлем? Сабақтас құрмалас сөйлем, оның ішінде шартты бағынды сабақтас құрмалас сөйлем. Дұрыс па балалар? Жақсы, өте жақсы. Балауса жақсы орындады. Қарақат кішкене шатасты. Зарина өзіне кішкене сенімсіз де болды. Жақсы, келесі кезекте осындай қателіктер жібермеуге тырысуымыз керек. Ол үшін ережені қайталауымыз керек. Жақсы, рахмет балалар. Топтық жұмыс жасадық, жұптық жұмыс жасадық. Енді кішкене жеке жұмыс жасайық. Міне балалар алдарында схема тұр. Осы құрмалас сөйлемнің схемасын басшылыққа алып, бүгінгі тақырып бойынша өз ойымыздан салалас және сабақтас құрмалас сөйлемдер құрастырып көруге алып кеттік. 1-3 минут уақыт беріледі. Ал бастаймыз. Жеке жұмыс. Әркім өзі. Жылдамдатамыз.
Кім аяқтады балалар? Қол көтеріп отырса болады. Аяқтаған бала. Жақсы. Айым, бастайық. Биотехнология әдістері өте қызықты, бірақ оларды жүзеге асыру күрделі. Бұл бізде салас құрмас сөйлем, оның ішінде қарсылықты салас құрмас сөйлем. Жақсы. Тамаша. Биотехнология өндірісте қолдану мүмкін, алайда оның құны өте жоғары. Бұл бізде салас құрмас сөйлем, оның ішінде қарсылықта. Жақсы. Келесі тағы Динас. Қосымша еңбек ағымында оның қолдану аясы әрбір шектеулі. Бұл бізде салғыс құрмас сөйлем, оның ішінде себеп бағынышқа салғыс құрмас сөйлем. Дамуда деген дұрыс па балалар? Бағының сыңарын баяғыш қалай болу керек? Дамығандықтан ба әлде дамуда болу? Қалай болу керек? Дамығандықтан, яғни тиянақсыз болу керек. Осы жерде шатастырсын. Келесі Жансей. Зерттеулер нәтижелері болса, биотехнология көптеген салаларда қолданылады. Бұл сабақтас құрмалас сөйлем, оның ішінде шартты барынша сабақтас. Жақсы. Келесі Азамат. Егер гендік модификация дұрыс қолданылса, ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасы артады. Бұл сабақтас құрмалы сөйлем, оның ішінде шарта бағыныңқы сабақтас сөйлем. Жақсы. Тағы бір кім оқиды? Қазақстанда биотехнология қабылдағымыз келеді. Сондықтан бұл салада инвестиция тартылмасы. Бұл сөйлем салалас құрмалас, оның ішінде себеп салдары. Жақсы. Медина оқып жүр. Ғалымдар гендік инженерия мүмкіндіктерін зерттеуде, сондықтан жаңа дәрілер мен вакциналар жасалуда. Бұл бізде салалас құрмалас, оның ішінде себеп салдары. Жақсы. Жақсы балалар. Тағы да оқып жүрші бар ма? Енді балалар Айым, Аруана, Жансейіт, Азамат, Ақерке, Медина қарастырған сөйлемдерін өте жақсы дұрыс қарастырған, сөйлемдерін дұрыс байланыстырған, және де құрмалас сөйлемдердің түрлеріне дұрыс ажыратады. Сондықтан осы балалар шапалақ қатысымен бір шапалақты. Жақсы балалар, енді біз кішкене бүгінгі тақырыбымызды қорытындылайық. Олай болса балалар, биотехнология деген сөзге Синклейн әдісімен 5 жолды ойлап қатырып жіберген. Бірінші бұл бізде зат есім биотехнология, екінші екісін есім, үшінші үш етістік, төртіншісі сөйлем, бесіншісі синоним. Синоним жасаңыз, ал бастаймыз. 1 минут уақыт берейік. Сын есімдерді балалар дұрыс алады көріп. Қандай деген сұраққа жауап береді сын есім? Қарқынды, мысалы. Өзгеше, ерекше. Болғандарыңыз болса, қол көтеріп тұрады. Жақсы, мына жақта үш бала болып тұрған. Басқаларымыз болып аяқтаймыз ба? Аяқтадық па? Биотехнология қызықты, тиімді, қолданылады, зерттеледі, дамытады. Биотехнология 21 ғасыр ұстанысы ғылым. Жақсы. Биотехнология, инженерия белгілі болады, синоним болады. Биотехнология заманауи күрделі, сайтарды зерттейді, дамытады, жағдайларда адами тіркеуге қойылады, Жақсы. Биотехнология заманға сай күрделі, зерттейді, дамытады, өзгертеді. Ол болашақтың критерийі. гендік инженерия. Жақсы. Мына жақта сөйлейтін балалар ма тағы? Келесі. Мери. Биотехнология микробиологиялық, жасушалық дамуды қолданылады, көмектеседі. Қазақстанда биотехнология қарқынды дамып келеді, гендік инженерия. Жақсы. Тағы да кім оқиды? Тез. Тағы кім оқиды? Тағы оқиды балалар оқиды. Үшінші топта бар ма оқитын бала? Қайсың оқисың? Аружан.
Biotexnologiya zamonaviy qarqinda damiydi, qo'llaniladi, жаңартады. Biotexnologiya ғылымның салаларының бір түрі сала. Жақсы. Келесі, тағы да кім оқиды? Тағы да бір-екі бала оқып жүрсін, кандидаттарға кім оқиды тағы да? Бірінші топ, екінші топтан тағы оқитын балалар бар ма? Тез, кім оқиды? Жансейіт. Биотехнология Алтыншы. қызықты, пайдалы, зерттейді, дамытады, көмектеседі. Төртінші, Қазақстанда биотехнология белсенді дамып келе жатыр. Бесінші, дамыту. Дамыту. Жақсы. Тағы да бар ма оқиын депші, аретте оқып жүрсін. Алтыншы. Жаңа күрделі, көмек береді, жаңарады, зерттейді. Биотехнология 21 ғасырдың сұранысы, гендік инженерия. Жақсы, өте жақсы. Зарина. Биотехнология қарқынды, жаңа көмектеседі, зерттейді, дамытады. Биотехнология адам өміріне көмектеседі, гендік инженерия. Жақсы. Өте жақсы. Ал Азамат. Биотехнология қазіргі пайдалы дейді, дамытады, дейді. Адам өміріне жақсарту көмектеседі. Ғылым. Қазіргі деген синоним бола ма? Қазіргі деген студент, иә? Аруана. Биотехнология қажетті заманауи, зерттейді, дамытады, қолданылады. Қазіргі таңда дамып келе жатыр, жасушалық инженерия. Жақсы, өте жақсы. Тамаша, рахмет. Жақсы, балалар, сабағымыздың аяқталуына бір-екі минут уақыт қалды. Енді біз осы 6 қырлы текше әдіспен біз қазір сабағымызға кері байланыс жасап жүрміз. Мен енді мына жерде мынандай сұрақ қойғым деп отыр Мадинаға. Бүгінгі сабақта саған не түсініксіз болды? Орнынан тұра ғой. Бүгінгі сабақта маған барлығы түсінікті болды. Түсініксіз болған жағдай жоқ, иә? Жоқ. Жақсы, рахмет. Келесі, бүгін саған не қиын болды, Ділназ? Орнынан тұрмай. Қиын болған жағдайлар болды ма? Қиын болған жағдайлар болған жоқ па? Барлығы түсінікті болды ма? Барлығы жеңіл болды. Жақсы, рахмет. Келесі, бүгінгі білім қайда керек? Аружан. Бүгінгі сабақта қорытындылай келетін болса, биотехнология тек ғылым салаларының жетістігі ғана емес, ол жаңағы қоршаған ортаны сақтау, оны аялаудағы құралдың бірі. Біз осы биотехнологияны пайдалана отырып, қоршаған ортаны аялап, оны болашақ ортаға таза әрі жаңа етіп болашақ ұрпаққа жеткіземіз. Сонда біз не пайдаланамыз? Осы биотехнологияны пайдаланамыз. Бүгінгі білім бізге соған келеді. Жақсы, өте жақсы. Келесі мен Мединаға қойғым келіп тұр. Бүгінгі сабақта сен үшін не қызық болды? Орнынан тұра ғой, мен дауысын шығарып тұра ғой. Мен үшін қызықты болды бүгін биотехнологиялық тыңайтқыш, оларды қолдану арқылы біз топырақты тыңайта аламыз. Жақсы, өте жақсы, рахмет. Бүгін не қиын болды? Неге қойсам екен? Азамат, саған бүгін не қиын болды? Қиын болған жағдайлар болды ма? Маған бүгін бүкіл түсінік болды, қатты қиыншылықтары болған жоқ. Ештеңеден қиналған жоқсың ба? Жақсы. Жақсы, келесі соңғы бір сұрақты. Бүгін сен үшін не жаңалық болды, Аруана? Мен үшін жаңалық болған нәрсе ол азық-түліктер аллергия келетіні маған жаңалық болды. Жақсы, жаңағы ГМО бар, жаңағы биотехнология көмегімен әзірленген азық-түліктердің аллергия тудыруы мүмкін, иә? Сол саған жаңалық болған екен. Жақсы. Балауса, не қиын болды? Қиын болды ма? Бүгінгі сабақта қиын болғаны жұптық жұмысты дәлелдеу жасау. Дәлелдер келтіру үшін саған қиын болды. Жақсы, өте жақсы балалар. Кері байланыстарына рахмет. Ендеше балалар үй жұмысын жазып алайық. Үй тапсырмасы биотехнология 21 ғасыр сұранысы деген тақырыпта аргументті эссе жазып келеміз. Аргументтер, фактілер, дәлелдер келтіре отырып эссе жазып келеміз. Үй жұмысын жазып алсақ, балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Барлығымыз орнымыздан тұрайық. Сабаққа қатысқандарына көп рахмет, сау болыңдар.